Армысыздар, назарларыңызда Астана бағдарламасы, бас қаламыздың тыныс тіршілігі алдағы 5 минутта. Халықаралық стандартқа сай келетін нейрохирургиялық орталыққа биыл 5 жыл. Күрделі операциялар елімізде жасалып қоймай, шетелден келіп дертінен айығып жатқан науқастардың саны артты. Орталық бүгінде мемлекеттік бәйгеден де үміткер. Осы және өзге де ақпараттар арнадан алыстамаңыздар. Елімізде медицина саласы күн санап қарқын дамып келеді. Емдеудің сан тәсілін білетін мамандардың қабілеті былай тұрсын, олар жаңа технология тілінде еркін меңгерген. Негізінен ел төңірегінде нейрохирургияның іргесі қаланғанына 40 жылдан астам уақыт болды. Алайда науқастардың өмірін ажалдан арашаландырып, қарқыны дамығанына 10 жылдан астам уақыт болды дейді бас дәрігер. Аз ғана уақыт қызмет етсе де, бүгінгі таңда үлкен дәрежеге жетті. Осы таяуда ғана JSI деген дүниежүзілік осы аккредитациялық орталықтың, оның орталығы Америка құрама штаттарында, осы орталықты мойындап, оның істеп жатқан ісі, қолданып жатқан технологиялары, ешқандай шетелдік мамандардың көмегінсіз осы Қазақстанның азаматтары істеп жатқан, осылардың өздерінің маңдай терінің арқасында. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен бой көтерген республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы қазақ медицинасының асқақ абыройының көрсеткіші. Тек елімізде ғана емес, Орта Азияда үздік деп танылды. Инновациялық технологиялар мен кәсіби дәрігерлердің біліктілігі науқастардың дертінен айығып, өмірлерін ұзартуға зор ықпал етіп келеді. 5 жыл ішінде 40-тан астам инновациялық емдеу тәсілдері қолданылған. Алыс жақын шетелдерден келетін науқастарды ақ халатты абзал жандарға алыс айтып елдеріне оралады. Мәселен, Израильде мидың қатерлесігін жою операциясының құны шамамен 12 мың ақш долларын құраса, Германияда 14 мың еуро. Ал отандық медицина орталығында небәрі $1000. Аймақтардан квота алып, дертінен шипа тапқандардың саны көп. Бұған дейін ем іздеп шетел асқан жерлестеріміз өз елімізде ем алып, аяқтарына тұрды. Жылында ісік болды менде. Соны Керімбек Талғат Тынышбаевич өзі операцияда қатысып, өзі сол ісікті алды. Мұнда жүре алмай келіп едім, қазір қалым жақсы. Ғылым және жаңа технология саласында жетістікке жеткен ұжымға мемлекеттік сыйлыққа қол жеткізу қоғам алдында алғыс, мемлекет алдында борыш. Ғылыми жұмыстар мен қоғамның пікірі сай келгенде ие болатын үздік марапат. Аталмыш бәйге нейрохирургтардың жұмысына сын, озық шықса еңбектерінің жемісі. Орталық 13 инновациялық патентті, 208 отандық және шетел баспаларында, 6 монографияда, 20 халықаралық баспасөз баяндамаларында жарық көрді. Көптеген дүниежүзілік нейрохирургтар жинап, әртүрлі конференция, мастер-класстар өткіздік. Біздің орталық қазір дүниежүзіне белгілі. Біз осы жерде дүниежүзінің нейрохирургтар федерациясының білім беру курсын өткіздік. Европа нейрохирургтар ассоциациясының білім беру курсын өткіздік. Келесі жылы 10-шы Азия нейрохирургтарының конгрессін өткізейін деп отырмыз. Нейрохирургиялық орталықта біліктіліктерін жетілдіруге дәрігерлер 3 айдан жарты жылға дейін іс-сапарға аттанады. Сондай-ақ арнайы тәжірибе бөлісуге алыстан ат артып келетін шетелдік әріптестері де бар. Оң нәтижелі еңбек үнемі ізденіс талап етеді. Әр науқастың денсаулығын нығайту медицинаға қосқан үлес дейді ақ халаттылар. Біріншіден мен айтам, біздің ең үлкен жетістігіміз осы орталық ашылмай тұрғанда көптеген нейрохирургия ауыратын қазақстандық науқастар шетелге барып емделетін еді. Біз соны қазір тоқтаттық деп айта аламыз. Себебі бұрында қан тамырының аурулары, кейбір ми ісіктерінің, жұлынның аурулары, балалар нейрохирургиясының аурулары, атап айтқанда аневризма, артериовенозная мальформация түгелімен шетелге баратын еді. Солардың бәріне қазір өзіміз операция жасаймыз. Бір адам жібермейміз, және де оның нәтижесі дүниежүзілік клиникалар нәтижесінен төмен емес. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Айтар ақпаратыңыз, түйінді мәселеңіз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыз. Эфирде жүздескенше.